келіннің сәлем салу мәселесін кейбір бауырлардың өтінішімен айтып өтуге әрекет жасайық иншалла. Жалпы біз келіннің сәлем салуын бірнеше рет айтып өткенбіз. Яғни келіннің қалай сәлем салу керек, қалай салмау керек, келін сәлем салғанда қалай болады, қандай дәрежеде салған дұрыс, қандай дәрежеде салмаған дұрыс дегендей. Бұл елде де айтқанбыз, елден кейін де айтқанбыз. Бірақ кейбір бауырлар екінші рет айтқан мәселемізді, яғни екінші рет айтқанымызды дұрыс түсінбей қалған. Соны ашықтап, қысқадан нұсқа айтып өтуге әрекет жасайық иншалла тағала. Жалпы ислам дінінде тағы ахли сунна вал жамаат мазхабында Алла тағаланың жіберген шариғаты екіге бөлінеді. Яғни мәселелер екіге бөлінеді. Бірінші сенімге қатысты мәселелер, екінші амалға қатысты мәселелер. Сенімге қатысты мәселелерге иман деп айтады, ақида деп айтады, сенім деп айтады, наным деп айтады. Екінші амалға қатысты мәселелерге фиқ деп айтады. Яғни амалмен істелетін, ағзамен істелетін, денемен істелетін амалдар олар. Адамның денесіне қатысты амалдар, адамның сеніміне қатысты жоқ. Онда адамның сеніміне, иманына, нанымына қатысты мәселелерге ақаид деп айтады. Сенімдер, ақидалар деген сөзмен айтылады. Адамның сеніміне қатысты мәселелер ол иман, күпір, ширк. Қалай мұсылман болу керек, қалай мұсылман болады, қалай мұсылмандықтан шығады, қалай кәпір болады, қалай ширк. Осы тақырыпты қозғайды. Ол жерде фарз, уәжіп, сүннет, мәкрух, харам деген нәрсе болмайды ол жерде. Тек осы имандың төңірегінде қозғалатын мәселелер бар. Екінші мәселелер ол денеге қатысты, ағзаға қатысты мәселелер. Ол жерде енді иман, күпір, ширк қозғалмайды. Ол жерде қандай мәселелер қозғалады? Фарз, қандай амал фарз, қандай амал уәжіп, қандай амал сүннет, қандай амал харам, қандай амал мәкрух дегендер сондай мәселелер қозғалады. Оған фиқ деп айтады. Бұл кіріспені түсінгеннен кейін енді негізгі тақырыпқа кірсек, келіннің сәлем салу мәселесі ол амалға қатысты болғасын, адамның ағза мүшесіне қатысты болғасын, адамның денесімен істелетін амал болғасын, оған фиқтан жауап іздеуіміз керек. Енді ол адамның сенетіне, ол сенім мәселеге қатысы жоқ, яғни иман, ширк, көфірге қатысы жоқ. Яғни бір адам енді келін бола ма, басқа бола ма, басқа бір адамға, басқа бір жанға еңкейсе, қараңыз. Егер ол еңкеу біздің құлшылық ибадаттарымызда бар нәрсе болса, мысалы намазда сәжде бар ғой, рукух бар ғой, басқа біреуге сәжде, рукух деңгейге баратын болса, бұл ағза мүшемен істелгесін, енді біз оған бұл мәселе тек қана жаңағы рукух Аллаға тән, сәжде Аллаға тән болғасын, біз айтамыз, бұл харам істеді деп айтамыз. Егер рукух деңгейіне барған болса, қараңыз, егер сәжде деңгейіне барған болса, біз айтамыз, бұл харам істеді дейміз. Әлі біз жаңағы ширк, көфір, иман ондай тақырыпқа кірмейміз. Себебі әлі біз оның сенімін білмейміз ғой. Оның сенімін, ойын білмейміз. Біз айтамыз, бұл адам харам нәрсе істеді, бұл адам харам амал істеді. Себебі Аллаға істейтін амалдар, рукух, сәждені басқа біреуге істеді, бұл істеген істі харам дейміз. Қараңыз, харам деп айтамыз. Ондай фиқ кітаптарымызда мәселелер көп кездеседі. Мысалы, Алла тағаланың Қағба үйін тауаф қылу тек Аллаға тән. Сол үшін кейбір ғұламалар айтады, Қағбадан басқа үйді адамды тауаф қылса, ол харам дейді. Қараңыз. Ол кәпір болды деп айтпайды. Себебі ол амалға қатысты. Амалға қатысты болғасын, оны
харам деп айтады. Немесе жаңағы қабірді сипалау, қабірді сүю, қараңыз. Ол да бір амал ғой, адамның діні. Ол амал болғандан кейін оны ақидадан іздемейміз, оны фиқтан іздейміз. Фиқта бұл амалға не дейді? Қандай үкім береді? Енді оған айтады, мен адатин насара дейді, христиандардың амалы дейді, қабірді сүю, сипалау, тауаф қылу дейді. Онда ол харам дейді. Қараңыз, харам дейді. Оны күфір, ширк, басқа демейді. Себебі ол денеге қатысты, денемен істелетін амалдар, жаңа айттық қой, фиқта іздейміз. Фиқта күфір, ширк, иман деген тақырыптар қозғалмайды. Ол жерде харам, парыз, сүннет, макрух деген тақырыптар қозғалады. Себебі адамның денесіне қатысты болғасын. Енді рукух, жаңа келіннің сәлем салу мәселесі. Келін қараңыз, еш жерде келін сәлем салғанда, енді біздің қазақта, енді біздің қазақ емес, біздің батыста айтайыншы өзім. Біздің Маңғыстау бола ма, басқа Атырау бола ма, Орал бола ма, Ақтөбе, енді өзім көрген жерім көбінде Маңғыстау. Өзіміздің Маңғыстауда келін ешқашан еңкеймейді. Қараңыз. Біз айттық қой, еңкейіп рукух жасаса харам болады. Ол әлі рукухқа барған жоқ қой. Тек отырды. Енді отырғанымен ол харам бола ма? Жоқ. Не үшін харам болады ол? Отырды. Рукухқа да барған жоқ. Онда егер сәлем салғанда дұрыс жолы, жаңағындай отырып сәлем беру керек, еңкеймеу керек та, сәлем салғанда. Біз айтамыз ғой, енді біз сәлем салуды дұрыс жолын үйретеміз. Енді біздің міндетіміз ғой, имамдар неге дұрысын айтпайды, имамдар неге жаңағы амалдарымызды түземейді. Біздің міндетіміз ғой, істеп жатқандардың амалдарын түзеу.